Құрметті тыңдарман, өмір жолы арнасына қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Айғанымның бойына бала біткеннен ақ Жұмағалидың дегбірі қашып, мазасы кетті. Өйтпеске не шара, ауыл сыртындағы қорымның ішіндегі 8 төмпешік Айғаным мен Жұмағалидың кіндігінен шыққан 8 перзенттікі. Шекесі торсықтай ұлды да, уыздай қызы да, егізімен дүниеге әкелген Айғанымның қуанышы да, қызығы да ұзаққа бармайды. Дүние есігін аша сала бір сәтті-ақ көз жұмып кете береді-ақ. Кінәраты неден екенін ешкім түсініп болмайды. Тіл көз тиді десе оған ұқсамайды. Сәбилерді жалмап жатқан шешек ауруы дейін десе оған да қисыны келмейтін сияқты. Осының бәрін көтеру оңай ма? Айғаным да жүдеп, жадап бітті. Оның үстіне қайын жұртының пыш-пыш сөзі де жанына батып барады. Ойбай, не дейсің, Айғаным күнәһар екен, сондықтан да балалары тұрмайды екен деген сөздерді естіп қалып жүр. Күнәсі неде екенін өзге түгілі өзі де білмейді. Су әкеліп, киіз үйдің сыртына шелектерін қоя бергені сол-ақ еді. Атасының, бәйбіше, сенің не ойың бар? Мына келін бізге бір шақалақты сүйгізе ме? Әлде өзі жалғыз баламыз осылай қу бас боп жүре бере ме? Бір нәрсені ойластырсақ қайтеді деген естігенде төбесінен жай түскендей болды. Одан әрі сөздерін тыңдамай-ақ қояйын деген оймен кетіп қалмақшы болып еді, аяғына тас байлап қойғандай орнынан қозғалар емес. Өзі де тас болып қатып қалғандай. Бір кезде енесінің қайтейін, оны ойламай жүр дейсің бе? Бейшара келіннің өзіне де оңай тиіп жүр дейсің бәлде. Оның не кінәсі бар? 8 құрсақ көтеру оңай дейсің бе шалау? Әліптің артын бағайық, жас қой әлі. Сонда не қыл дейсің маған деп таусыла сөйлегенін естігенде көкірегі қарс айырылып, дыбысының қалай шығып кеткенін өзі де білмей қалды. Үйден сүріне қабына жүгіре шыққан енесі есінен танып жатқан келінін көргенде көзі шарасынан шықты. Жазған Алламау, енді қайттым. Шал, шал, ойбай құрыдық, кел мұнда, шық тез. Келін есінен танып қалды. Ойбу, естіп қойдау. Қайдан ғана бұл әңгімені бастап қойып ең? Енді қайттық. Қазір Жұмашым келіп қалса енді не бетімізді айттық деп, аузы тыным таппай жүріп келіннің басын сүйемекші болды. Денесі былқ-сылқ еткен келіннің көтеру қайда, өзі қоса құлап түсті. Әй, бар болғыр шалау болсайшы, не болды омалып? Шықсаңшы тез деп шалына қатты-қатты сөздер айтқан Салиха айғай салды. Кебісімді кие алмай қалдым ғой. Аяғына кебісін киер киместен далаға шыққан Қартабай қарт серейіп жатқан келінін көргенде шынымен сасайын деді. Қай жағынан келерін білмей абдырап тұрғанын көрген Салиха, ойбай, ұста аяқ жағынан көтеріс деп шалына бұйыра сөйледі. Бісміллә деп Қартабай келіннің аяғына қол созды. Екеулеп жүріп Айғанымды үйге кіргізіп жатқызды да, енді не істейміз дегендей бір-біріне абдырай қарады. Есін Салиха жиды. Шал, қарап тұрма, бар да ана Сұлукөл абысынды шақыр. Аздап ем-дом салушы еді ғой, шақыр тез деп өз келінінің үстін қымтады. Байғұс баламай, сонша азапқа түсетіндей, кімнен келіп, кімге не жаздың сонша? Кімнен көріп, кімнен өш алайын деп дауыс қыла бастады. Сол дауыстан ба, әлде өзі есін жиды ма? Айғаным көзін ашқанда жанында сұңқылдап зарлап отырған енесін көргенде шошып кетті. Апа, не болды? Неге жылайсыз деген оның дауысын естігенде Салиха да зәре қылмады. Ойбай көтек, орнынан тұра қашайын деп еді, байланып қалғандай. Сөйлейін десе аузына сөз түсер емес. Айғаным әзер басын көтерді. Мең-зең не болғанын түсінер емес. Осы кезде Сұлукөлді ертіп Қартабай да жетті. Салиха, келді Сұлукөл. Өңі боп-бос болып кеткен Салиханы көргенде Қартабай да абдырап қалды. Әй Сұлукөл, болсаңшы, не қарап тұрсың? Көрмейсің бе не болып жатқан деп жеңгесіне дүрсе қоя берді. Ойбай, қайнымау, сен не қып тұрсың? Шықпайсың ба тысқа деп күле жүріп Қартабайды тысқа қарай итермеледі. Жә, аса қорқатындай ештеңе жоқ сияқты деп ем-домын жасап, үшкіріп болған соң Салихаға қарап, ал абысын құрсақ тойына
дайындала бер. Алла амандығын берсе, шаңырағыңда іңгәлаған дауыста естірміз. Деуін деді де тосырқап қалды. Келіннің де, ененің де жүзінен қуаныштың нышаны байқалмады. Қайта шаншу қадалғандай айғанымның өңі одан сайын қуара түсті. Енесі болса жер шұқылап төмен қарады. Бір нәрсені сезгендей сұлу күлде, ойбу, әлгінде келін нан жауып жатыр еді, әлгі жаманы қолын байлап жатқан шығар. Қой, кетейін деп есікке беттеді. Иә, айтпақшы абысын, мына көрші ауылда бір үлкен кісі бар. Келінді сол атаға көрсетіп алсаңдар, артық болмас деп шығып жүре берді. Айғаным тұрайын деп еді, енесі шыр ете қалды. Қайда барасың? Жата тұр, қазір шай берейін деп ұша жөнелді. Айғаным әлі есін жияр емес. Енесінің мына қылығын түсіне алмай меңзең. Апа, Айғаным. Жұмағалидың дауысы үрейлі шықты. Сірә әкесі айтып үлгерген болар. Не боп қалды? Неге жатырсың? Айғаным басын көтермек болып еді, қозғала алмады. Денесін басқан зіл тастан да ауыр сияқты өксіп-өксіп жылағысы келіп еді, енесінен ұялды. Балам, қазір бір шынаяқ шайын берейін, сосын отауға апарып жатқызарсың деп Салиха келініне ыдыс ұсынды. Ертесіне Жұмағали атты арпаға жекті де Айғанымды қалың төселеген көрпенің үстіне еппен отырғызды. Оны көріп тұрған әке-шешесінде үн жоқ. Кінәлі адамдардай дыбыстары шығар емес. Әшейінде болса Қартабай ақсақал, о, енеңді ұрайын, қатын жандысын қарашы деп бір түйреп қалушы еді. Кешегіден соң мысықтай болып қалған сияқты. Оның үстіне келіннің тағы да аяғы ауыр екенін естіген соң түнімен тәубасіне келіп, Алладан бір амандық сұрап, осы перзенттің көрсете беруін тілеп шыққан еді. Енді қайтсын, өзі де 6 құрсақтан көргені жалғыз Жұмағали болған соң, бойын күмән мен қорқыныштың билегені қашан. Жалғыз тұяқтан тұқым қалмай ма деген ой жанын жегідей жеп барады. Әйтсе де Айғанымға басқа тағар кінәсі жоқ. Үріп ауызға салғандай келіні, босағаны аттаған 9 жылдың ішінде кесе көлденең өткен емес. Шаруасына мығым, артық сөзі жоқ. Жұмағали десе ішкен асын жерге қояды. Бір айыбы сол баласы тұрақтамайды. Кеше сұлу күлдің айтқанын ести сала, Құдайдың таңы атқанша дегбір таппады. Жұмағалиға тез етіп көрші ауылдағы көріпкелге апарып келуін қадағалап айтып еді. Енді арбаның да жегілуі содан болатын. Айғаным мен Жұмағалиді көріпкел шынымен де күтіп отыр екен. Өзі алдарынан шығып қарсы алды. Мұндай құрмет әркімге жасала бермейтінін жұрттың көпшілігі біледі. Отырыңдар қарақтарым, білемін, қасіреттерің ауырақ. Алла тағаланың рахымы сендерге де түсер. Шыдамды болыңдар. Оның нығметіне бөленсеңдер, сендерге де мейірім түсіп, жәрдем етер. Мына жерге отыр, келін шырақ деп, Айғанымға ірге жақтағы орынды ұсынды. Сен де отыр балам. Көріпкел дұғасын оқып, батасын бергенде ет пісірім уақыт өткен еді. Ал балалар, егер де менің айтқанымды бұлжытпай орындап, шыдамдылық танытсаңдар, Алла тағаланың ықыласы сендерге де түсер. Бір Аллаға құлшылық етіп, айтқанымның бәрін түгелдей орындаңдар деп қайталап, екеуінің қалай мінәжат етуін түсіндірді. Балам, сен Алла тағаладан перзент сұрап, мойныңа бұршақ ілесің. Келіннің ай күні жетіп, толғағы қысқанда мойнындағы өзі үзіліп түсуі тиіс. Алайда 9 ай бойы аптап ыстықта, сақырлаған аязда бір сәтте мойныңнан алмай жүру оңай емес. Соған шыдасаң ғана тілегің беріледі. Ал келін шырақ, сенің қайын жұртыңда елге сыйлы болған, бабаң болған. Босануға аз уақыт қалғанда сол атаңның басына барып, жалғыз өзің қорымға барып түнейсің. Аруақ саған аян береді. Қорықпай, айтқандарымды бұлжытпай орындасаң ғана тілегің қабыл болады деп, тағы да дұғасын оқып, бетін сипап, екеуін шығарып салды. Қайтар жол екеуіне де оңай болған жоқ. Көріпкел атаның айтқандарын ой елегінен өткізіп, екеуі де үн-түнсіз. Жұмаш, мені төркініме қайтерсен қайтеді. Ешкімге өкпем жоқ. Маңдайыма жазғаны осы шығар. Әлі жассың, бағыңа тұсау болмайын. Айғаным өз дауысын өзі танымады.
құдды мұның аузымен өзге біреу сөйлеп отырғандай. Мұны естіген Жұмағали аттың басын кілт тоқтатып, келіншегінің бетіне таңдана қарады. Айым, мұны өзі сен айтып отырсың ба? Әлде кеше әке-шешемнің сөзінен кейін ойыңа келді ме? Апам кешегі болған оқиғаның мән-жайын айтып берген. Оларға ренжіме, түсінуге тырыс, мені жалғыз қалады деп қорқады. Әйтпесе, саған тағар кінәсі жоқ. Аяғыңның ауырлағанын естіген соң, өздерінің де естері шығып кетті. Сені осы жерге алып келгенше тыным таппады ғой. Алланың бұйырғанын көреміз. Жол бойы Айғаным үнсіз көз жасын сүртумен болды. Үйге келе сала Жұмағали анасынан мойнына бұршақ оралған орамал тігіп беруін өтінді. Мұндайды бұрын-соңды естіген Салиха да сөзге келместен ұлының тілегін орындады. Жұмағали үшін Құдайдың қияметі енді басталды. Мойнындағы орамал терге малынды, суға да салынды, термен сасып биттеді де. Жұмағали сонда да шыдады. Елдің ортасында жүруден, Айғанымның жанына жатудан қалды. Оның бұл күйін көрген анасының да, Айғанымның да жанына батты. Қартабай ақсақал болса, не де болса, іштен тынуда. Айғанымның босанар уақыты арқанның ақпандағы шыңылтыр аязына келді. Босанатын күні жақындады дегенде Жұмағали атты ерттеп, Айғанымды жылы киіндіріп, екі кештің арасында ата-бабалары жатқан зиратқа қарай беттеді. Зиратқа жете бере, тізерлей отыра қалып, көзін жұмып, іштей дұғасын оқып, Айғанымға қарамастан ауылға тартты. Ол кеткен соң, Айғаным біраз жүрегінің аптығын басып, атты жақын мандағы бір шидің түбіне байлады да, білетін дұғасын оқып, зираттың ішіне кірді. Бейттің іші тас қараңғы болмаса да, азынап, бойына қорқыныш ұялатты. Арқасын төсей, аяқ жақта ала келіп отыра қалды. Тағы да білетін дұғасын іштей қайталай, бойындағы қорқынышты басып, көзін қараңғылыққа үйрете бастады. Қыстың қою қараңғылығы ерте түсіп, көз байлағанда ештеңе көрінер емес. Айғаным өз жүрегінің дүрсілін естігендей, бойын қорқынышпен үрей билесе де, өзін өзі жұбатып қояды. Бір кезде әкесінің айтқаны түсті. Адамның пиғылы барған сайын бұзылып бара жатқан мына заманда зиратта жатқан өліктен емес, тіріден қорқу керек. Кейде пананы да, көмекті де қайта зираттан табасың дегені рас екен ғой деп, әр нәрсені есіне түсіріп отырып, көзінің қалай ілініп кеткенін де байқамады. Түс көріпті. Түсінде екі иығына бір ақ, бір көк көгершін келіп қонған екен. Қолын созып, ақ көгершінді ала бергені сол еді, оның ұша жөнелгені. Айғаным қолын енді көк көгершінге созды. Ұшып кетпес екен деп ақырын ғана көк көгершінді сауырынан сипап еді, құс ұшатындай сыңай танытпады. Батылданған келіншек құсты шап берді. Құс сонда да ұшар емес. Қайта мұның бауырына тығылғысы келгендей басын Айғанымның көкірегіне тіреп, мұның төсін аймалағандай болып жабыса түскен сыңайлы. Келіншек жалма-жан көкірегін ашып жібербеді, көгершін төсін иіскелеп, емгісі келгендей тұмсығын тықпалай түсті. Балапаным менің деген өз даусынан өзі шошып оянған Айғаным арайлап атқан таңның шапағына таңдана қарады. Көкірегін кере дем алып, үстіндегі ауыр тонды сыпырып тастап, отыра қалып білетін дұғасын қайта оқи бастады. Түні бойы отырса да, еш жері тоңбапты да, мұздамапты да. Қайта төсінің тұсы жып-жылы, шынымен көгершінді емізгендей. Бетін сипап, зираттан шықса, түнде байлаған аты да сол жерде тебіндеп тұр. Айғаным атының сауырынан сипап, мойнынан құшақтады. Бойын бір жеңілдік билеп, көңілі тасыды. Атқа отырмады, жетектеп алып, омбығарды шыққырлата ауылға қарай беттеді. Алдынан Жұмағали да құстай ұшып келеді екен. Жүзі бал-бұл жанған келіншегін көргенде, оны бірдеңе соғып кетті ме деп қалған ол Айғанымға қарағыштай береді. Айғаным болса, көгершінді емізгендей әсерден арыла алмай, өз-өзімен болып келе жатыр еді. Жұмаш, үйге соқпастан Көріпкел атаға барсақ қайтеді? Түсімді жортайын деп едім. Айғанымның даусы жалынышты шықты. Мейлі, бірақ апам мен әкем алаңдап отыр ғой. Айтпай кетсек, кешіккенімізден қорқып қалар. Оның да дұрыс, бірақ
Шай ішіп бола салысымен барамыз ғой, иә? Салиха мен Қартабайдың да жандары шығар-шықпас болып отыр екен. Аман-есен келген келіндерін көргенде естері шығып кетті. Оны қайда отырғызарын білмей атасы састы. Атасының шайғамын жасауға өзі жүгіргенде Айғанымды күлкісі қысты. Екеуінің мына түрін көргенде өткен жолғы өкпенің ізі де қалмағандай. Апа, ата, отырсаңыздаршы, шайды өзім жасаймын ғой дегеніне қарамастан, аяқтарына шалынып жүгіріп жүр. Қарт көріп кел, екеуін бұл жолы шарт жүгініп отырып қарсы алды. Екі көзі тарс жұмулы, бұларды байқамайтын сияқты. Бірақ жүзінен нұр құйып тұрғандай ма қалай? Бір уақытта барып қолын жайды. Айғаным мен Жұмағали де сөйтті. Қарт бетін сипап болды да көзін ашып Айғанымға бұрылып: «Ал келін, не айтпақшысың маған?» Айғаным көрген түсін айна қатесіз түгін қалдырмай айтып берді. Көрген білгенін ата енесіне де, Жұмағалиға да айтпаған ол енді бар үміті мен тілегі осы кісіде дегендей барын жайып салды. Қартта үн жоқ. Айғаным дегбірсіздене бастады. «Болды балам», қарттың даусы оқыс шықты. Келіншектің жүрегі тоқтап қалғандай. «Болды балам, қорықпа. Алла тағала бұл жолы саған 2 перзент берген екен. Алайда оның біреуін қызыңды өз алады. Ал көк көгершінің ұлыңды бауырыңа басасың. Болды, алдарыңнан жарылқасын, барыңдар енді» деп қарт тағы алақанын жайды. Айғанымның толғағы ащы болды. Сұлукүл апасы да өзі де әбден терге малынды. Тістеніп айғайламай дыбысын шығарар емес. «Айғайласаңшы, жеңілдірек болады» деген Салиханың даусын естімейтіндей, іштей дұғасын оқып, бір алладан тілеген Айғаным айғайласа көгершінді үркітіп алатындай тістенген күйі жағашар емес. Алдымен шыр етіп қыз келді. Аршыған жұмыртқадай шарана жарық дүниенің есігін ашар-ашпастан алдыңғы ағалары мен әпкелері сияқты бір шар етті де үн өшті. Сұлукүл сос тиіп, не істерін білмей тұрып қалып еді. Айғаным шаранаға мойнын бұрып қарамады да. Мұнысы несі, байғұстың есі ауып қалды ма деп ойлап үлгергенше, Айғанымды тағы толғақ қыса бастады. Өлі шарананы шүберекке орай сала Сұлукүл қайта көмекке ұмтылды. Айғанымның жүзі өзгеріп кеткендей, жаңағы қиналыстан ешбір белгі қалмағандай сабырлы түрін сақтап тұрды да бір ышқынды. Сұлукүл кезекті шарананы әзер тосып үлгерді. Шекесі торсықтай «Ұл, мен келдім дүниеге, есік ашыңдар» дегендей бар даусымен шыңғырып жатыр. Есіктен сүріне қабына Салиха кірді. «О жасаған Алла, рахымыңды бере көр, құлыншағымның амандығын бере көр, келініме қуат бере көр» деп Сұлукүлдің ана жағынан бір, мына жағынан бір шығып айналды да қалды. «Абысынау, жол берсейші, ана Айғанымның басын сүйе, шаршап қалды. Мен мына жігітті орайын, құрт көжең мен қалжаңды әзірле» деген Сұлукүлдің дауысы оны ұйқысынан оятқандай болды. Осы кезде есіктің алдында дыбысын шығаруға да қорқып отырған, мойны ырғайдай, беті торғадай болған Жұмағалидың алдына бұршақ ораған орамалы да шіріп түскен еді. Қымбатты өмір жол арнасының оқырманы, әңгіме ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз.